Мен ақын Серік Томам ағамен 1996 жылы таныстым. Алғаш танысқан кезіміз орталық базарда жолып қалған болатым, бірақ ол кісімен сырттай еститін едім. Сол ол кісіні ертіп, өзімнің 8-ші Мөлтек ауданда тұратын Байжан Жездем үйіне барып, бірнеше өлеңдерін оқытып тыңдадым. Осы уақытта менің өзім бойымда бір керемет бір әуен келіп жүрген болатын. Серік ағамыз бірнеше өлеңдерін оқыды, жатқа оқыды. Менен осы жерде ол кісілердің осының өлеңдерінің ішінде бір осы менің әніме келе қалатын бір мәтін табыла ма деген өзім ойымда болатын. Бірақ Секеңнің оқыған өлеңдерінің ішінен ол мәтін табылмады. Секең менің ойымды түсінгендей болды ма, ол кетіп бара жатып, осы кеше ғана түнде бір жазылған сиясы кеппеген өлең бар еді деп 4 шумағын маған жазып берді. Дертімді қалай емдерміз, не амал оған не істерміз, арманым болдың сені менің аузынан айдын түскен қыз деген осы 4 жолды маған жазып беріп кеткен болатын. Ол кісі кеткеннен кейін менің өзім бойымда осы бір аңылдап келіп жүрген ән тура осыған бір құйылып келе қалды. Бірнеше күннен кейін Секеңнен осы мәтіннің толық жазылған нұсқасын алдым. Соның ішінен өзіме келетін әнге ыңғайлап өзіме келтіріп алдым десем болады. Сол алғаш бұл әнді Маралбек Бабақұлов бауырым орындады. Бұл әннің алғашқы аранжировкасын, алғаш дейміз, ең бірінші түп нұсқасын аранжировщик, композитор Бағлан Омаров жасаған болатын. Сөйтіп 97 жылы көктемде біз осы әнді таспалауға Алматыға бардық. Сол Алматыда ең алғаш осы Маралбектің даусына қазақ фильмде таспалап жаздық. Бұл әнді Секеңе сол таспаламай тұрып, бірінші жаңағы нұсқасын тыңдаттық. Бірақ енді алғаш әнді орындағанның өзінде тыңдарманға өңдемей тұрып тыңдарманға жақсы ұнай бастады. Кейін әнді өңдеп, аранжировкасын жасап, дауысын жазғаннан кейін тіпті халықтың құлағына бірден ұялап кетті десем болады.